Осы потенциалды менің бойымда мынандай қабілет бар екен дегенді анықтау үшін не істемек керек? Икигайымды қазір талдатып алдым, сүйікті ісімді таптым, болды, маған ақша аспаннан жауы керек деген нәрсе жоқ. Потенциал ашылмаған аналардың балдары өте көп зардап шегеді. Ертең олардың өміріне барып, өзіңнің өмірің қызық емес болғаннан кейін, өзің потенциалыңды ашпағансың, ішінде великий художник өліп жатыр, сен барасында барып келіннің ана ыдыс дұрыс жумағанына барып тиісе бересің. Икигай не, миссия не, қандай айырмашылық бар? Маған бәрі бірдей сияқты. Дәл осындай состояниеде қазір көп адам жүрген болуы мүмкін. Анаған қызып, мынаған қызып, 1045 жаңа курсты оқып алып. Әйелдеріңе жақсы қарым-қатынас жасаңдар деген, әйелдеріңе сұмдық ғашық болыңдар деген нәрсе жоқ. Армысыздар, біздің Ля Газета подкастының көрермендері. Бізде жаңа маусым және соған сай қазір қоғамда актуалды болып жатқан тақырыптарды қозғаймыз. Бүгінгі тақырып потенциалды ашу, яғни икигай, өз миссияңды табу деген сияқты тақырыптар төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ал студиямыздың қонақтары Меруерт ханым, психосоматолог, өзі дәрігер, кардиолог, одан кейін менің құрбым Жазира Ботақара, көбіңіз оны Жазира ұстаз, икигай маман деп танисыздар. Жалпы потенциал деп айтып жатырмыз. Осы сөзді түсіндіріп кетіңіздер, жалпы бұл қандай ұғым, нені білдіреді? Потенциал дегеніміз не, Меруерт ханым? Потенциал деген менің түсінігімде адамның бойындағы бар қабілет. Біз әрқайсымыз туылған кезде әртүрлі қабілеттер бойымызда бар болады, бірақ ол қабілеттер барлық кезде ашыла бермейді. Мысалы, бір адам өмір бойы тамақ пісірмей өмір сүрген болуы мүмкін, бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін вынужденно деп айтамыз ғой, мәжбүрлі түрде тамақ пісіруге мәжбүр болады, бірақ сондықтан пісірген кезде ол бірақ түсінеді, что ода сондай керемет тамақтар дайындай алатын қабілетінің бар екен. То есть кез келген нәрсенің потенциалдың да ашылатын уақытысы болады. Ол 5 жасында ол білмеуі мүмкін, біреулер немесе біреудің бизнес жүргізу қабілетінің бар екенін өзіне тек қана бір кезі келеді, сол кезде ғана білуі мүмкін. То есть бірақ ол қабілет оның бойында бар. Ол жоқтан бар болған жоқ, бойында бар болған. И дәл солай, мысалы, екі адам бірдей болып бір үйде өскеннің өзінде, екеуінде де сондай қабілет бар. Жаңағы бір үйде өскен, бірдей тәрбие алған, бірақ бизнес бастаған кезде біреуінде өте жақсы жүреді, біреуінде өте жақсы жүрмейді, себебі ондай қабілеттің дәрежесі ол дәрежеде емес деген сияқты. Яғни әркімде әртүрлі, ол заңдылық, бірақ ол потенциал деген Жази барлық адамда бар ма? Әлде бір аса бір дарынды, сондай адамдарда ғана кездесе ма? Былай ғой, жалпы Алла тағала адамзатты бейімділікпен жаратқан. Яғни өмір сүруге, қабілетін ашуға, талантын көрсетуге, өзінің миссиясын мен жұмыс жасауға деген сияқты мына өмірге қандай мақсатпен келді, сол мақсатын жүзеге асыратын құралдарымен бірге келеді. Бұл жерде Алла тағаланың әділ сипатын көруге болады. Яғни Алла тағала саған бір нәрсені бермей тұрып, сенен оны талап етпейді. Мысалы, құдси деген хадистер бар. Сонда оны қай кезде берген бізге? Жатырға? Болмысымыздан бар. Ол біздің әуелден, әзәлдан деп айтамыз ғой. Әзәлдан біздің болмысымызда бар нәрсе. Жаңағы өзіміз бір ұлтпен келдік, бір нәсілмен келдік, бір белгілі бір замандарға келдік. Сол заманға сәйкес менің қабілеттерім, құралдарым, өмір сүруге бейімділігім, мәселен мен теңіз жағасында тұратын болсам, менің балық аулауға өзімнің қабілетім болады деген сияқты. Өзімнің тұрып жатқан жеріме, менталитетіме сәйкес менің өзімнің белгілі бір қабілеттерім жетіледі, өседі. Соған сәйкес құралдарды Алла тағала әу бастан маған берген негізі. Егер мен емеккенсем, кішкене өзімен жұмыс жасайтын болсам, жаңа Меруерт ханым айтып отырғаны, бұл адамзаттың мұқтаждығы. Яғни мен мұқтажбын, білім алуға мұқтажбын, мектепке баруға мұқтажбын, жоғары оқу орнын алуға мұқтажбын, белгілі бір маман болуға мұқтажбын, үйде балаларыма қарауға ана ретінде тәрбие беруге мұқтажбын, үйде тамақ істеуге мұқтажбын. Яғни менің көптеген мұқтаждықтарым бар. Сол мұқтаждықтарды қалай өтеймін, егер маған Алла бермесе оны, ондай құралдарды бермесе. Қабілет қой былайша. Бұл жерде Алла тағаланың мейірім сипатында, әділ сипатында көруге болады. Басқа да Алла тағаланың сипаттарын көруге болады. Адамның бойына көп мүмкіндіктер берген. Қаншалықты сонымен жұмыс жасайсыз, соншалықты оның пайдаланған тиімділігін көре бересіз. Мысалы, барлық адамзатта жаңағыдай тану, білу, көру, ақыл деген ақыл арқылы көп қабілеттер берілді ғой. Бірақ мен оны қолданбай, тек қана мектеп
мектептегі жаңағы элементарды біліммен қалатын болсам деген сияқты. Мысалы менің мектептегі нем бар, аттестатым бар, мен жоғары оқу орнын бітірмеген, барып мен неге бара алмаймын, мысалы жаңағы Меруерт ханым сияқты кардиолог болып, врач болып отыра алмаймын, дәрігер болып отыра алмаймын. Өйткені ол жерде менің басқа мұқтаждықтарым болады. Мені талап етеді, сенің жоғары оқу орның қайда, сенің басқа біліктілігің қайда, сен узкий специалистсің деген сияқты да. Сондықтан әуелден біздің қабілетіміз бар. Сонымен жұмыс жасау, еңбектену, қоғамға пайдалы қылып берем деген нәрсе ол адамның енді ақыл дәрежесі. Яғни еңбектен, уақытпен белгілі бір солай барып отырамыз жаңа. Мысалы мен анадан тудым. Туғаннан кейін менің бейімділігім болды. Маған ешкім емді үйреткен жоқ. Алла тағала сондай бейімділік берді. Мен түйсікті түрде анамның омырауын ему арқылы өзімді қоректендіремін. Одан кейін кішкене жүре бастаймын, буындарым жұмыс жасап деген сияқты еңбектеймін, еңбектегі мұқтаждығым бар, ары қарай солай жетілемін. 6 жастан кейін менде мектепке баруыма тура келеді. Өйткені не сөйлеймін, ақылым жұмыс жасай бастайды деген сияқты. Сондықтан әр нәрсе кезең-кезеңмен Алла тағала өзі уақыт сәтіменен өзінің қолын тәрбиелеп, мейіріміне алып, бойында қабілетін ашылуға барша мүмкіндіктер береді. Егер адам соны ақыл деңгейінде түсініп, қабылдап өзімен жұмыс жасай білетін болса. Яғни потенциалдың ашылуына бір мұқтаждық себеп болма? Себеп, одан бөлек себеп, жаңағы әуелден әзілден деп айтқандай, мынандай нәрсе оқып едім да, Аллах тағала адамдар жаратқан кезде өзінің есімдерінің сипаттарының әр адамға бір сипаттың көбірек бөлінуі болады. Мысалы, бір адамда жаңағы я шафи деген, мысалы, я шипа беруші деген сипаты көбірек болатын болса, біреулерде жаңағы я кахар деген немесе сондай бірақ сипаттар көбірек болады да, адамның аттары, біреуде әлем деген сияқты. Әр адамның Аллахтың аттарына сәйкес адамның қабілетінің де ашылуы соған байланысты. Біз туылып жатқан кезде біз уже сол атпен туылып жатырмыз. Сол Аллахтың сол есімінің біздің бойымызда көрінуі көбірек болады да. Сондықтан біз егер де сол есімді жаңағы Аллахтың етімін атап жүріңдер деген нәрсе осы жерде шығады. Егер сенің бойыңда жаңағы әдемілікті көру қабілеті жоғарырақ болатын болса, я жәмилатын көбірек айтып жүретін болсаң, сен мысалы суретші болсаң, суретің әдемірек шығады. Сен визажист болсаң, я жәмилат емес, мысалы я әлиматы көбірек дамыған адам визажисттің оқуын қанша оқыса да, мысалы 10 курсқа барып, жаңағы я жәмилаты көбірек белгіленген адамның бір курстан үйренген нәрсесін, ана я әлиматы көбірек адам оны 10 курста үйренуі мүмкін. Немесе керісінше, жаңағы я әлиматы бар адам бір кітапты бір оқиды да, ол кітапты трактовать етіп айтқан кезде прямо күштілеп түсіндіріп бере алады, и сол кітаптың алған білімін жақсы қорыталады, айталады. Ал бір адамда ол қабілет жоқ, ол жаңағы өзі художник, визажист, ода жәмилаты бар. Бірақ оны аласымызда жаңағы художник баланы математикаға тыққан сияқты, өзінде жоқ нәрсені балаға тықпыштаймыз да. Сол кезде жаңағы ол баланы я жәмилге жіберетін болсаң, я жәмил атымен көрінетін жерге жіберетін болсаң, ол баланың қабілеті көп есе жақсырақ болады деген сияқты да. Мысалы, я шафи аты бар адамдар, жаңағы я шафи сипат қой, ассалям аты бар адамдар тоже жаңағы емдеуге, мысалы, адамдарды емдеуге қабілеті көбірек, и ол адамға, ол адамды жаңағыдай басқа жаққа жіберсек, ол шықпайды енді одан жаңағыдай бір математик шықпайды одан, ол емші шығады, врач шығады. Ата-аналардың құлағына алтын сырға, бірақ енді осы потенциалды менің бойымда мынандай қабілет бар екен дегенді анықтау үшін не істемек керек? Мысалы үшін жаңағы Алланың есімдерін айтып жүрсең, ол саған көмектеседі, көбірек сен не деп жатырмыз, ол бір техникасы шығар. Бірақ әуел жаңағы сен бойыңда шафи ма, әлим ба, басқа ма сондай сипаты бар екен білуді қалай анықтаймыз? Психология бойынша балдар, егер де баланы жаңағы кішкентай кезінен бастап эмоциялық қысымға көп төнбеген болса бала, примерно 6 жаста бала өзі айтады. Кез келген адамнан мен сұрағым келеді, 5-6 жаста бірінші классқа баратын кезде кім болам деп айтатын едің депші. Сол кезде сұраған кезде балдар айтады, мен художник болам. Ол примерно соған сәйкес өзінің несін айтып жүреді бала. Сен кім болғың келеді десе, жаңағыдай қаталдау балдар өзімен милиция болғым келеді, мен военный болғым келеді деп айтады. Немесе мен мұғалім болғым келеді деп, сол кезде примерно дәл сол мұғалім болып кетпесе де, мысалы, журналист болудың өзі бірдеңе түсіндіру, айту ғой. Сол мұғалімдік түсіндіру, жеткізу деген қабілеті бар адамдардың соған сәйкес профессияларға қарай бейімдігі болады. Баланы просто тыңдау керек. Сен кім болғың келеді деген сөзді 6 жасында қойғанымыз есімізде болса, солай өскен кезде көрінеді. Одан бөлек енді ладно, біз есімізден шығып кетті, 6 жаста не айттық, не қойдық білмейміз ғой. Бірақ есейген кезде де әр адамның өзінің мұқтаждықпен жасап жүрген жаңағыдай жұмыстары болады. И одан бөлек
жүрегім қалап тұр деген нәрсе болады. Аллах тағала бізге жүрегімізге сақпаған біздің не қалайтынымызды, қабілетіміздің қай жақта екенін біз оны активно өзіміз басамыз да, о жақта ақша жоқ, нең бар о жаққа барып фотограф болмай-ақ қой, бар ана жаққа бар, там басқа бір мамандыққа бар. Қоғамдық среттер басады ғой. Сөйтеміз да соған қарай кім сені қазір түсінеді, сен фотограф боламын деп, сен экономисттің высшее образование дипломың бар, кім сен фотограф боламын деген түсінеді, ел жұрттан ұят болады, мамам не дейді, анау не дейді, мынау дейді, короче, қиялдама дейсің да, барып бухгалтерияға барып, сол компьютерға барып отырасың да, мысалы. Оның түбі ана неде жаңағы 5-6 жаста кім болам дедіңіз ғой, содан басталады деп. Ол кезде де мысалы ата-ананың ығына жығылып, сен мынандай боласың, әкім боласың, депутат боласың, басқа боласың, банкир боласың дегенмен, может, жаңағы қоғамның іліп берген ярлықтарымен сөйтіп өсетін шығар. Одан бөлек, ол да болады, бірақ айтып тұрмын ғой, эмоциялық қысымға ұшырамаған балдар олар точно айтады. 6 жаста мен художник боламын деп айтады. Болды. Ол может дизайнер болады, ол может тігінші болады, ол может визажист болады жаңағыдай, может ол жаңағыдай дизайнер интерьера болады деген сияқты. Біз білмейміз, ол баланың просто сурет салуға, сондай бір әдемілікті сызуға, жаратуға қабілеті бар деген сөз. Ол художник деген сөз бір ғана художник емес қой, осы жаңағы операторлардың өзі в какой-то степени олар да художник. Жаңағы үйлестіріп орындықтардың біздің отырғанымызды қоюдың өзі бір художество да. Сол сияқты сол жақтағы бір нәрселерді іздеу керек. Ол баланы алып, мысалы, математикаға тығып қажет жоқ деген сияқты. Біздің көбіміздің ата-ана ретінде жіберетін қателігіміз де сол ғой. Тыңдау. Барлығы енді жаңағы кеңес үкіметінен шыққанбыз ғой. Балалық шағымыз сол кезде өтті. Барлық сабақтан 5 болуың керек. Мысалы үшін гуманитарлық қазақ тілі әдебиеттен 5-ке оқитын бала математик болмауы мүмкін. Біз аламыз да математикаға апарамыз, қазір баламыз өткен бәрінен 5 болу керек, алтын белгі бітіру керек, ол қызыл диплом алу керек деген сияқты. Сол жерден біз сүрінетін сияқтымыз. Мысалы, бизнесмен болатын бала өте жақсы бизнесмен болу үшін ол адам рисковать етіп үйрену керек, қателікке жол беріп білу керек. Ал егерде тек қана 5-пен оқитын бала, ол ешқашан өзіне қателікке жол бермеген. Мысалы, географиядан қабілеті жоқ бала, жаттап болсын соны барады. Жоқ ода қабілет, бірақ соны жаттап алады. Жаңа тарихтан қабілет жоқ адам, тесттің бәрін жаттап әйтеуір. Қателік, мүмкіндік жоқ ол балада. Ол жаңағы рисковать ету қабілетін біз өшіріп алсақ, саған 4 алуға болмайды деп. Ол бүкіл жаңағы өзінің творчестволық бүкіл білімінің барлығын сол кезде отырып, өзінің мысалы рисковать ете отырып, бірдеңелер жасау, құрастыру, қиялдау қабілетінің бәрін біз өшіреміз де, активно оны жаңа тарихыңды оқы, или ЕНТ-ға тапсыратын сабақтарыңды оқы деп өшіреміз. Мынаның барлығы өшті. Ода творчество деген бірдеңе жасап көру, өз ойынан істеген нәрсені жасап, одан критикадан қорқып қалу деген қабілетті өшірдік па, ол бала ертең одан үлкен бизнесмен болуды күте алмаймыз. Себебі бизнесмен деген сөз, ол білесіздер ғой, ол бизнес деген ол күнге бір тәуекел жасайсың. Сен бүкіл нәрсеңнен бір күнде айырылуың мүмкін, сен одан кейін қорықпайсың. Ертең маған жұрттар не деп айтады, мынаның бәрі мамам не деп айтады, туысқандар не деп айтады деп қорықпайды. Бүгін бәрін салады, бәрінен айырылып қалса ертең қайттан бастай алады да. Өте тәуекелшіл болу керек, Ол тәуекелшілдік деген нәрсені біз өшіріп тастаймыз ғой. Себебі қателік жасауға болады. Сен қолынан келмейді қой деп сонда сөйтіп ақ басып тастайтын сияқтымыз. Біз осы орайда ата-аналардың құлағына тағы да алтын сырға болсын, мектеп бағдарламасына бәлкім профориентолог деген сияқты мамандар енгізу керек па? Өйткені, мысалы, барлық ата-ана дерлік баласынан сұрап, сен кім болғың келеді деп мүмкін. Сол кезде, мысалы, білікті мұғалім болса, сурет салдыра ма, психолог па, әлде профориентолог па, барлығы. Тіпті жазира өзің айналып жүрген икигай мамандары да керек сияқты. Осы тұрғыда. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Мерел ханымды, бала күнде еркіндігі бар бала, қысым көрмеген бала өзінің қалауларын анық айта алады. Сол кезде оның қандай маман иесі болатынын анықтауға болады деген сияқты. Бізде распаковкада, енді талдау деп айтайын, адамның сүйікті ісін тауып беру мақсатында жасалатын талдау кезінде міндетті түрде мынандай сұрақ қоямыз. Қазіргі осы кезеңнен бастаймыз, өйткені адам осы кезеңмен ғана өмір сүріп үйренеді. Бүгін жұмыс жасаймын, ертең оның ақша табамын, айлығымды аламын деген сияқты. Сол регрессия деген нәрсе бар. Балыққа қарай түсеміз дағына, бала күнінде сен негізі кім болуды армандадың, қаладың. Аузынан қандай сөздер шықты деген сияқты. Мысалы, мен ұшқыш боламын, жаңа айтқандай. Баланың өзінің бір армандары болған кезінде, бірақ жаңа басып уақыт өте келе оны басып тастайды, ұмытып қалады өзінің қалауларын. Енді тұлғалық талдауда осы міндетті түрде осы сұрақты қоямыз. Сол сұрақ арқылы оның фитрасына неғұрлым жақындаймыз. Фитра деген нәрсе бар, адамның болмысы, Алла тағала оның аузына ол сөзді Алла салып тұр. Мысалы, мен құтқарғым келеді ертең адамдарды, мен дәрігер болғым келеді. Бір бала болады, өз-өзінен өзінің бауырларын оқытып жүреді, ертең мұғалім бол. Сен пәленше тұр, сабағыңды айт деп, оған ешкім үйреткен жоқ. Сосын ата-анасы таң қалып отырады.
осы бір біз үйреткен жоқпыз, мысалы жаңағыдай ыңғайсызданып та қайдан шығып жатыр мына сөздер деген сияқты. Негізі оған аузына алла салып тұр ғой. Солай адам тәрбиеленеді, жаңа айттық қой, тәрбиелену өзінің этаптары бар. Алла бізді біріншіден бейім етіп жаратты, соған бейімділікке сәйкес құралдарды берді. Сосын жаңағыдай стресс кезең бар, мысалы бұны жаңағы психологияда айтамыз ғой, сепарация, омыраудан шығатын бірінші жаңағы кризистік кезеңдер, одан кейін 3 жас негативизм кезеңі, ары қарайғы өзінің адамзаттың өз тұлғалық бір даму кезеңдері бар. Иә. Сол кезеңдерге сәйкес әркімнің өзінің мұқтаждығына сәйкес жаңағы сынақтар беріледі. Біріншіден мұқтаждық, сынақ келеді, сынақтан кейін сенің өсу бір нең бар, иә, келесі бір деңгей бар. Сондықтан әр деңгейден солай қиындық көру арқылы өсеміз. Бірақ біздің бала кездегі сол 6 жасқа дейінгі айтып жүрген әңгімелеріміз, бұл біздің фитрамызға сай келетін көбірек таза саф кездеріміз. Жүрегіміз әлі былғанбаған, жаңағы ешкімнің мынау адамның жаңағы сырттағы қалай айтсам екен, біреудің ықпалымен жүргің келмейтін, өзіңнің еркіндігің әлі өзіңде, өз әлемің өзіңде, сондай кезде. Ал сен енді қоғамға түскеннен кейін жаңағы өзіңді салыстыру, анау байдың баласы екен, мен кедейдің баласы екенмін деген сияқты салыстырулар арқылы адамның енді кішкене жүйкесінде басқа салмақтар түседі, арманнан кішкене аса бастайды, бір сөзбен айтқанда тура жолдан тайқи бастайды. Ал негізінде бала күнгі менің сол қалайтындарым шынайыға, жаңа өзімнің болмысыма жақынырақ. Мысалы, бала күнде менің бір ғана ойымды айтайын, осылай сұхбат жүргізетінмін. Сұхбат жүргізем, ол жерде өзім кейіпкермін, өзім журналистпін, өзім сұрақ қойып, өзім жауап беремін. Сосын жаңағы оңаша қалған кезде міндетті түрде осы ойындарды ойнаймын. Бірақ мен болашақта білген жоқпын ба, журналист болатынымды, ұстаз болатынымды, оқытатынымды деген сияқты. Сондықтан бала күнгі рөлдерім менің өте маңызды, жаңағыдай маталарды қиып бір көйлек тіктім ба деген сияқты. Әлде балаларға бірдеңе үйреткім келді ма, ұшқыш болғым келді ма деген сияқты. Сол жаңағы ертең мектептер кезде де профориентологпен жұмыс жасады да, икигай талдауына келсе де, осы сұраққа жауап берсе, адам өзінің неғұрлым болмысына жақынырақ яғни сұрақты адам бірінші өзіне қоюдан бастау керек, иә? Ал егер осы потенциалды аша алмаса, не болады? Ал аша алмаудың себебін айтайық. Не үшін аша алмайды? Иә. Себебі, мысалы бір әйел бар, оның қолынан келеді жаңағыдай, тігін тігу келеді. Киімді пішіп, тігіп әдемі жасай алады, бірақ соны бизнес ретінде бастап кете алмайды. Біреуге жасса, одан ақшаны да ала алмайды. Ал бұл жерде не кедергі деп ойлайсың ғой, мысалы басқа бір әйелді аласың, ол ондай бір керемет қабілеті жоқ, бірақ бәрін жүргізіп келе жатыр, пысық. Қорықпайды, то есть пысықта қорықпайды. Ал бір әйел болса, өзінің қолынан келеді, бірақ бар нәрсесін жасай алмайды. Или даже мен білемін дейді, мына мата қымбат, өте қымбат дейді. Мен бұл матадан тіге аламын дейді, бірақ мен қорқамын бұны тігуге дейді. Демек, бұл жерде ол әйелдің жаңағы матаны элементарны бар қабілетін қолданудың өзіне мешать етіп тұратын нәрсе, ол өзінің менің өзі туралы ойы. Біз оны біліп тұрмыз, ол кереметтігінше екен. Қолына матаны да ұстатып тұрмыз, бірақ оның өзі туралы ойы дұрыс емес та. Менің қолымнан келмейді, мен бұндай қымбат матаны ұстауға лайықты емеспін. Мен бұл жасаған түнмен отырып тіккен көйлегім үшін белгілі бір мысалы соманы алуға лайықты емеспін. Мен лайықты емеспін, мен жаңағыда көп ақша табатын болсам кінәлі болам. Сен қалайша біреуден ақша алып отырсың, ұялмайсың ба, ол сенің туысқаның ғой деген сияқты. Ұят болады. Сол сияқты өзі туралы дұрыс емес ойларының кесірінен мен лайықты емеспін, мен дұрыс емес, мен жаманмын деген сияқты, мен кінәлі болам, ертең дұрыс емес болып қалады, ұрыс естіп қалам деген сияқты өзі туралы ойларының кесірінен көп адам жаңағы өзінің не қалап тұрғанын да біле алмайды. И қалап тұрғанын білсе де жасауға күші жетпейді. Өзін жеңіп шыға алмайды. Ол жерде жаңа самооценкаға бармай ма? Самооценка, өзін өзі бағалай алмайды. Ол өте қатты маңызды. Өзінің қаншалықты Аллахтың оған берген қабілетінің қаншалықты күшті екенінің бағасын өзі білмейді. Или өзі түсіріп отырады. Себебі бұған да тоже біз кінәлі деп айта алмаймыз ешкімді, бірақ әр адам өзінің жаңағы логикалық байланыстардың дамымауына байланысты кішкентай кездегі қоршаған ортамыз, мүмкін ол мұғаліміміз, мүмкін ол ата-анамыз, мүмкін бір жаңағы өзіміздің бауырларымыздың айтқан сөздерінен солай қабылдап алғанда мен осындаймын деп өз туралы шешім шығарып қойған. Бірақ Аллах тағала адамды ешқашан бір жаман қылып жаратпайды ғой. Ол уже жаралды, ол уже керемет бір жаратылыс та. Сол нәрселерді қабылдамаудың кесірінен соңына келген кезде адам өзінің жасай алатын нәрселерін жасай алмай қалады. Қорқып тұрады. Просто ол қорқу немесе қабылдамау деген сияқты. Яғни потенциалыңның өзің қабылдамау, қабілеттеріңді мойындамау дейміз ба, соны жүзеге асырмаудың өзі бір Аллаға бір қарсылық емес па? Иә, былай ғой. Жалпы мына жаңағы ситуацияны алатын болсақ, қарай өріп кететін болсақ,
қолынан келеді, алла тағала қабілет берді, матаны да тани алады, мына қымбат мата екенін көріп бір ананы жасайтын болса, ол да бір Аида Кауменова сияқты бір дизайнер болайын деп тұр. Негізі өзінің личный жаңағы жеке бренд деп айтамыз ғой, брендін қалыптастырайын деп тұр, отандық бір өнім әкелейін деп тұр. Оның барлығына көзі жетеді, бірақ сол алғашқы нүктеден шыға алмайды. Жасай алмаймын деген нәрседен тұралып қалады. Жаңағы барьер деп айтамыз, блок деп айтамыз оны қазір. Бірінші сол жаңағы көріп тұр қабілетінің барлығын, бірақ қорқамын деген нәрсе, мен не үшін қорқамын? Бұл қорқыныш маған қайдан келді деген сияқты. Бұл жерде енді уже саналы түрде ақылын қосу керек болып тұр да. Яғни болмысы, қабілеті барлығы сөйлеп тұр адамға, жасай алатын сияқты бір сезім келіп тұр, бірақ сезіммен бірге параллельно ақыл жұмыс жасау керек та бұл жерде. Енді ол өзіне сұрақ қою керек. Осы жерден адам өсу нүктесі басталады. Мен кіммін? Жалпы не үшін келдім өмірге? Мен осы қабілет маған қайдан дарыды? Мүмкін ол қанынан келе жатқан болуы мүмкін, ата, әжелерінен деген сияқты ісмарлар болуы мүмкін, әжелері неше түрлі жаңағыдай киіз басқан, кілем тоқыған деген сияқты. Бірақ енді бұл киім ретінде оны шығарғысы келеді, ол қабілетті. Оны түсініп тұр, көз алдында ондай практика болған, бірақ жаңағы кезінде сенің қолыңнан түк келмейді деген сияқты біреу басын сарт еткізіп ұрды ма оның 5 жасында, 3 жасында деген сияқты да. Сол кезде қабылдаған. Бәрі сенің қолыңнан түк келмейді деген сияқты да. Сондай бір сөздер арқылы ана сөзді қабылдап қалып өзінің болмысына кереғар жүреді. Қолымнан келмейді болды деп. Сезім көтеріледі, бірақ сезімді бастастайды да, мен жасай алмаймын деп. Осы жерден адамның өз нүктесі басылады, яғни сұрақты өзіне қою керек. Дәл осындай ситуацияда, дәл осындай состояниеде қазір көп адам жүрген болуы мүмкін. Анаған қызып, мынаған қызып, 1045 жаңа курсты оқып алыпты. Бірақ біз айтамыз, сен көп курс оқымай тұрып, бірінші өзіңе қалауларыңды біл. Өзіңе сұрақ қой, мен кіммін деген сұрақты қой, ақылмен жұмыс жаса, өзіңмен жұмыс жаса. Бірінші өзіңді танып ал, құралдарыңды танып ал, сосын арғай барлығы. Адам құралын таныған кезде жаңа распаковка келеді ғой, бірден көзі жанып шыға келеді. Негізгі сұрақтарына, негізі жұмыс жасатпай тұрған, өзін реализацияға жібере алмай тұрған сұрақтың жауабын тапқан екен. Ары қарай уже негізі оның бәрі дайын тұр, өзінің жоспары, жобасы барлығы. Былай жасасам екен деген. Бірақ қалай жасаймын деген нүктеден шыға алмай тұрады да. Сондықтан осы жерден енді қосамыз, ақылды қосамыз, өзімізге сұрақ қоямыз. Егер менің шамам келмесе, психологпен жұмыс жасаймын. Егер менің шамам келмесе, жаңа распаковка жасайтын, талдау жасайтын адаммен жұмыс жасаймын. Егер ол сезімдерді мен, мысалы, мен де 6 жыл өзіммен жеке жұмыс жасап көрдім, жаңа маман ретінде жасап жатырмын деп ойладым. Негізінде ол түк маман деңгейінде емес, самолечение сияқты нәрсе болды. Сосын жаңағы проработкаға барған кезде менің сезімдеріммен арқылы жұмыс жасау арқылы басқа деңгейге кетті. Яғни менің шамам келмеген нәрсені мойындап, соған шамасы келетін маманның алдына баруым керек. Солай сұрақтарыма жауап тауып, ары қарай мен дамып кете беремін иншалла. Солай. Яғни курстардың әліппесі икигай болу керек десе, сен сатып жерден алып жүрдің. Бұл жерде жаңа сезімдер деп тұрсыз ғой. Негізі сезімдердің барлығы Аллахтан. Бізде өзіміздің денеміз ғана бар, ақылымыз бар да. Атак сезімнің барлығы Аллахтан. Оның өзі арендаға алынған дейсіз. Оның өзі Аллахтан. Бізге Аллахтың бергені, бізге басқа нәрсені жасай алмаймыз. Өзімізге құйып аламаймыз. Мен отырып давай мен қазір отырайын да қайғырайын деп мен өзіме өзім қайғы сезім сала алмаймын. Самовнушение деген сияқты. Самовнушение ол ақылмен келеді. Ананда іштен шығатын сезім ол всегда Аллахпен келеді, Аллахтан келеді. Мысалы, жаңағыдай сезім бар ғой, вот идея келді, бүгін мен алайын да жаңағы киім тігіп тастайын деген, или мен алайын да бір курс ашайын балдарды оқытатын деген сезім келіп тұр. Ол сезім, ол идеяның барлығы сол жаңағы потенциал, ол сенің потенциалың сенде Аллах тағала салып қойған үшін саған беріліп тұрған сезім шығар Аллахтан. Соны ашу үшін деп. Бірақ болса, ой, менің 5 балам бар ғой, мен қайтып қазір отырам курс сатып. Ой, менің там, не знаю, үйде ата-енем бар ғой, мен оларға шай дайындам керек, мен қазір қашан отырып киім тігем. И осы нәрселермен біз өзімізді жабамыз да, соңында Аллахтан келіп тұрған сезімді өзіміз активно барып өшіріп тастаймыз. Ол да бір Аллахтың берген сезіміне қастандық сияқты да. Аллах саған сезім салды ма, значит сен оны істей аласың. Просто сенде сел потенциал бар. Менің мысалы қабілетім жоқ шығар, отырып там, не знаю, кулинария ашатын менде қабілет жоқ болуы мүмкін да. И менің ойыма ол сезім келмейді ешқашан. Ауыр тағы. Ол миыма да жаңа не бар ғой, нені оқып отырсың ғой, рецептерді оқып отқанда жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратыңыз дегеннен бастап жауып тастайсың ғой. Сол жерден бастап, потому что миым қарсыласады. Мен неге оны ажыратуым керек, бұл бәрі салыну керек, пісіру керек, болды, өзімен өзі пісу керек та. Менің нем сондай болса, болды, одан ары қарай аша алмауым. Бірақ мына жерде отырса, вот 3 жастағы бала былай қимылдаса, ол мынандай белгі, былай қарай оң қолымен жүгірсе, значит ол басқа белгі деген нәрсені мен мыжып оқуға шыдамым жетеді. 3 сағаттап жаңағы талдауға, а бірақ жаңағы
кондитерлік жоқ. жоқ, мысалы жұмыртқаның ағы мен сарысын ажырату, мысалы кондитерлік қабілеті бар адам үшін ода тұрған не бар дейді да. А мен сол жерден бастап рецепт жауап тастауым мүмкін. Жоқ, ол жерде менде қабілет. И ол маған ондай сезім жаңағы ой, давай кулинария ашайын деген ойды Аллах салмауы да мүмкін, ешқашан жоқ ол менде. Сол үшін маған тек қана менің қабілетіме сай нәрселер ғана салынады ішіме де, сезімнің өзі салынған кезде. Сол үшін сезімнің барлығы Аллахтан деп қабылдайтын болсақ, ол жерде де біздің қастандығымыз ғой, Аллахтың бізге беріп тұрған сезіміне. Иә. Сосын андай ғой. Алла өзі негізі шүкірлікпен оны мен қабылдауым керек еді. Алла тағала маған басқа құлына қаламаған мына нығметті маған қалапты, иә. Шүкір альхамдулилля, мен осыны қабылдап, Алладан жәрдем сұрап, ары қарай әрекетін жасайын деген ой келу керек еді. Егер соған әрекет етсең, Алла да соның ыңғайын жасап қойды ғой, иә. Егер мен саналы деңгейге жетсем да, ал енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, ол шешімді кім қабылдай алмайды? Нәпсі деген нәрсе бар. Нәпсінің өзінің деңгейлері бар. Жаңа ақыл деңгейіне әлі мен көтере алмай жатсам, бала деңгейінде тұра берсем, мәселен, детская позиция, ол маған ауыр болып көрінеді. Балаға ауыр ғой, мысалы, бірге жұмсау, бір нәрсені жасау, иә. Тура сол сияқты, жаңа кондитер деген кезде күлгім келіп кетті, бір оқиға түсіп жатыр ойыма. Жаңа құрбым бар, торт жасайды. Ол айтады, онды 125 грамм салу керек дейді. Оны қайтып өлшеп отырасың, оны 125. Сөйтсем, ол кулинарный өзінің таразысы бар дейді. Яғни мен үй жағдайында жолдасымды немесе отбасымды қуанту үшін бір торт жасауға маған қыруар еңбек, уақыт, құралдар керек екен. Оны бәрін есептеп дейсің ғой. Ол таразы сатып алғанша, оны елейтін бірдеңесін, шірдеңесін барын алғанша, ол пәленбай ақшаға шайын деп тұр. Одан да барып Құлпынайдан мен 5000 теңгеге дайын торт ала салған ыңғайлы да маған. Яғни мынаған кететін уақытымда мен 100 мың ақша табуы мүмкін. Оған 100 мыңға мен ана жерде 50 торт сатып аламын, мысалы, например, да. Ал ол маған соған кететін күш қайратымның уақытымда барып, сен мынаған жұмса дейді. И мен өзімді жаңағы құрбымның болмысына құямда қиналам. Ол құрал менде жоқ қой. Сосын ең дұрысы маған жеңілдету керек та, лучше оны мен сатып ала салып, соған кеткен уақытымда консультация беретін болсам адамдарға, бір сағатында 100 мың теңге табатын болсам, маған сол өмір жеңіл. Яғни мен сүйікті ісімде болған кезде, мен құралдарыммен өзімнің шынайы құралыммен жұмыс жасаған кезде, маған бәрі жеңіл. Кім жаңа өмірім қиын, мына жұмысым қиын, Құдай-ау мектепке қиналып барып келіп жатқан деген адамдар, олардың бойында оқыту құралы жоқ. Ал ұстаздар кайфово жұмыс жасаған жерде, ше, мысалы, түсіндіріп, мастер-класстар жасап, қайта-қайта ашық сабақ өткізіп, активный болып, директордың жаңағы өзінің әріптестерінің алдында көзге түсіп солай жасап жатыр да. Ал жаңағы әке-шешесінің айтуымен мұғалімдікті оқып алған, немесе жаңағы заочно оқып, дипломды сатып алған адамдар, айлық үшін ғана мектепке барып жатқан адамдар, оған жаңағы біреу артынан итеріп барған сияқты жұмысқа қайтатын кезде қашан қайтамын? Өзіне де ол балаларға да қиянат қой, қарап тұрсың. Ең бірінші өзіне қиянат адамның. Ол өзін сатып жүр, өзін алдап жүр. Солай жаңа қайта мына құралдарды тану сияқтында келіп жатыр ғой, білімдер. Сол арқылы адамдар шынымен өзінің болмысына қайтып жатыр, өзінің қалауларын танып жатыр. Ол сен мектепте, мысалы, оқыту құралың бар, бірақ мен мектепте бергім келмейді деген запроста болуы мүмкін да. Өйткені ол жерде шеңбер бар, өзі стандарты бар. Таңнан кешке дейін мысалы құжат толтыруы мүмкін, қағаз толтыруы мүмкін. Саған ол ұнамайды. Ал егер сонан инфобизнесте беретін болсақ, тек қана курс тұрып қойып, оны онлайн сататын болсақ, саған ол жеңіл, ол маған ұнайды, ол вариант деген сияқты да. Сондықтан құрал маңызды, құралды тану маңызды. Менің бар құралдарым ол маған өте маған қызмет етеді. Менің өмірімді жеңілдетеді. Яғни адам өз орнында жүрсе ғана бақытты дейсің ғой. Сондай не бар еді? Өзінің ағысында, өзінің жолында. Ал икигай деген жаңа өз жолында жүр и содан бонусқа табыс тауып жатыр, ақша тауып жатыр. Ақша табасың деген. Жаңа фокус ақшада емес оның. Яғни сен еңбектенесің, ол еңбектің міндетті түрде жемісін көресің ғой. Жақсы көріп жасайсың, ұнайды ол саған, оны қолыңнан келеді, ол онымен қоғамда пайдалысың. Міндетті түрде адам пайдалық берген кезде пайдалы болады. Өмір бумеранг. Жаңа мысалға келетін болсақ, жаңа біреу кондитер сүйіп жасайды, жұмыртқасын сарысымен ағын бөліп, өлшеп 125 грамм, жүйкесі кетпейді. Оған рахаттанып тұрып, 125 граммды өлшеп құлпынайын төбесіне қойып тұрып жасайды, оны адамдар алады, сөйтіп ақша табады ғой. Құлпынайды үстіне қойған кезде, как будто олимпиаданың факелін көтеріп шыққандай болады ғой. Сондай сезімді ішінде ше. Ол өзінің балаларды болсын, басқа жақта болсын, жаңағы фотограф болсын, мысалы әрбір кадрына ол рахаттанып істейді сонда. Ал миссия деген бар ғой. Икигай не, миссия не, қандай айырмашылық бар? Маған бәрі бірдей сияқты. Бәрі бірдей емес. Миссия енді бұл пайдалық көбірек. Миссия деген ол өзіңнің осы өмірге келгендегі мақсатың.
тұтас өміріңді қамтиды. Жаңағы сен сүйікті ісің арқылы миссияңа тезірек жетесің. Көп қабілетіңді ашу арқылы, көбірек өзің сүйікті ісіңмен айналысу арқылы. Яғни бір немен айналысып жүрсің, бірақ бір миссияны орындайсың. Бәрібір мен тануым керек құралдарды. Мен бірден жаңа 18 жасында келіп, икигайым осы екен деп дәл сол кезде мен бақытты болып кете алмаймын. Мен опыты бар ғой, өмірі бар ғой мені тәрбиелейтін. Жаңа білім алам, сонымен жұмыстанам. Жаңа алғашқы шәкірт болу деген позиция бар. Мысалы, мен бір жұмысқа келдім, осы телевидениеде істейтін болсам, оператор болғым келсе, мен үлкен операторға барып, үйретші маған деп, соның қасында жүріп, шәкірт болып үйренем. Сол процессті көрем, қанша жобалардан өтем. Солай мен өзімнің немді қырымды шыңдаймын. Яғни міндет түрде икигайымды қазір талдатып алдым, сүйікті ісімді таптым, болды, маған ақша аспаннан жауы керек деген нәрсе жоқ. Барлық нәрсе еңбекпен келеді. Бірақ ол еңбек ауыр жолмен келуі мүмкін, саған Алладан жеңілдетілуі мүмкін. Мен жаңа қиын жолды таңдамай, Алланың маған берген сүйікті ісімен алысатын болсам, ол құрал маған жеңіл және маған шабыттандырады мені, қуантады. Жүрегімде жақсы, оның бір жақсы өреу бар ода, пайдалылық бар. Сол процесске кіріп кеткен кезде менің ойым ақшада болмайды. Менің ойым қай уақытта жаңа пәленбайыма ақша табуым керек деген. Мен қолымнан келмей жатыр, мен істей алмай жатырмын. Бірақ мен ақша табуым керек, ана ақша менде қашан болады деген ожидание да. Осы жерде адамдар стресске кететін сияқты. Солай. Ал мен икигайымда болатын болсам, ең бастысы мен жүрегімнің ақысын беріп жатырмын ғой. Жүрегімнің қалауын, Алланы тыңдап жатырмын, өзімнің тура жолымдамын, өзімнің сүйікті құралдардың бәрін іске асырып жатырмын. Мен пайдалы екенімді сезініп жатырмын. Осы сезім адамға керек негізінде, ең бірінші. Мен керекпін мына адамға, отбасыма, қоғамға керек екенмін, мынадай қабілеттерім бар екен. Менің адам ретінде бір құндымын деген нәрсе ішінде болған кезде. Самоподтверждение. Оған ақша керек емес. Адамға тамақ сияқты керек нәрсе ғой. Өзін қоғамда керек сезіну, өзін қоғамда рухани аштық. Міндет бір сөзбен айтқанда рухани аштық қой. Ол керек нәрсе маған шынымен. Тамақпен ғана қоректенбеймін. Мысалы, мен әйел баласы ретінде әртүрлі рөлдерім бар. Соның ішінде қоғамның алдында өзімнің рөлім бар. Маман ретінде, егер осы рөлімді ойнай алмайтын болса, мен страдать етемін уже. Мен үйде бала шағам да бар, үй жайым да бар, машинам да бар. Былайша айтқанда материалды дүние менің шешіліп қойған. Мені алаңдатпайды ақша. Бірақ менде бәрібір іште бір қуыстық болады да. Мен сонда не үшін өмірге келдім деген сияқты. Яғни адам өзін міндетті түрде осы қоғамда қай қырымен пайдалы бола алады, сол пайдалылығын табу керек. Және оның ақысын беру керек. Ол жаңа миссия, Ол миссия. Сонда. Ал егер сен миссияңды орындамасаң не болады? Адамның күйі қалай болады? Мынандай ғой. Миссия болсын, адам бойына салынған потенциал болсын. Ол барлығы Аллахтан келген деп қабылдайтын болсақ, орындамаған кезде жаңағыдай кеудеде қуыс пайда болады. Айтады ғой, саған не керек, үйің бар, машинаң бар, бала шағаң бар, күйеуің бар, күйеуің жап-жақсы, ұрмайды, соқпайды. Қалаған киімің, тамағын сатып аласың, саған не жетпейді дейді ғой. Осы кезде сол нәрселерден айырылып қалмау үшін көп адам өзінің жаңағы икигайын, потенциалын бәрін жауып отырады, миссиясын жауып тастайды. Бар ода қабілет, бар да шық жаса, сол мұғалім сабақ бергім келе ма? Қалайша мен мынандай күшті лекцияда жүріп, 150 мың теңгелік мұғалімдікке сабаққа барамын деген сияқты мысалы. И бұл жерде Аллахтың салған саған сезімі бар ма? Бар да жасай берші. Ештеңкесіне қарамай-ақ қой. Ол жерде жаңағы біздің оправданиеміз ғой. Ой, мен жаңағы 5 балам бар, мен кайт жасаймын, мен үйімде анау бар, мынауым бар, үйім жиналмай қалады, нетпей қалады деген. Осының өзі бір Аллахтың мейірімі сияқты да, біздің жолымыздағы шығып тұрған кедергілердің өзі Аллахтың мейірімі сияқты. Себебі біз Аллах бізге салды ма, мұғалімдік қабілетін бізге салды ма, біз барып соны проявлять етпейтін болсақ, ашпайтын болсақ, біз ол үшін де жауап береміз ғой. Мен саған бердім, неге қолданбадың? Мысалы, мен саған бердім, неге сен денсаулық бердім, сен неге намаз оқымадың деген сияқты. Мен саған сабақ үйрету қабілетін бердім. Сен мысалы Қазақстандағы ең мықты мұғалім болуың мүмкін еді. Бірақ сен сол қабілет неге нетпедің деген кезде, в то же время Аллах тағала бізге беріп қоятын сияқты да, сондай 5 баланы қатар-қатар туылған, жаңағы ата-енені, сондай үйді, чтобы мен барған кезде ең қорғанда мына менің алдыма келген кезде оправдание айтсыншы. Ол да бір мейірім, Ол да мейірім. Ол сен бәрібір жасамайсың сол нәрсені. Ана бар ғой қыздар, вот мен ақша жинап алайын, содан кейін күйеуге шығамын деп. Жасы 30-ға келді, әлі ақша жинап біткен жоқ. Керек миллиарды ма қанша өзінің сомасын. Не күйеуге шыққан жоқ та. Мысалы сол сияқты, потому что мен жаңағы тірегім болу керек, содан кейін ғана барып мен күйеуге шыға аламын деген сияқты. Шарт сияқты да. Ал сол сияқты мысалы ол жүре берсе жүре береді. Әлге шейін дым да бітірген жоқсың ғой, 30-ға келдің ба, 40-ға келдің ба, дым бітірген жоқсың. Сол сияқты сен дым бітірмей жүруің мүмкін еді да. Сен сол значит сол потенциалыңды сен аша алмайтыныңды біле тұра,
соның өзіне мейіріммен сол бала шағаны берген сияқты да, ладно, ертең мен бір кешірермін, осы бала шағасына қарады ғой деген сияқты ше. Оның өзі бір біздің жолымыз компенсация. Ол компенсация емес на самом деле, ол просто Аллахтың мейірімі. Ол ертең сұраламыз ғой біз, ол бердім саған осы қабілет, кән істеген деген кезде. Хотя бүйтіп осылай сылтау айтсыншы сылтау айтсыншы деп қасыңа сол 5 баланы 5 жылы туғызатын шығарсың. Иә. Біз енді білмейміз, Аллахтың атынан сөйлей алмаймыз ғой, но в то же время ол да сондай бір хикмет сияқты да. Но біз каждый раз өзіміз түсінуіміз керек. Менің бойымда осы қабілет бар, мен жасағым келіп тұр. Менің алдымда бала шаға тұр ма? Бала шаға дейміз, или семья дейміз, или бір ақшам жоқ деген бір сылтау айтып тұр ма? Ол да Аллахтың мейірімі. Бірақ ол да вторичная выгода деп айтайықшы. Мен осы нәрсені жасап кетсем қазір, мен мысалы күшті мұғалім болып кетсем, мен бейшара бола алмай қалам ғой, мен жертва состояниесінде бола алмай қалам ғой. Ол маған екіншілік бір пайда көзі да, осындай мен бара алмаймын, мен сылтау. Онда күшті өзімнің ішімдегі жаңағы кішкентай кезден қалыптасқан установкаларым бар ғой, мен жаманмын деген, мен недостойнымын деген сияқты. Сол установкаларды рахаттана алмай қаламын да, сол установкамен. Сол үшін жаңағы мұғалім бола алмаймын. Ең мықты мұғалім болып бастап кете алмаймын. Ол маған бейшара болып отыру үшін, ойбай, менің бала шағам бар, мен бүйтім керек, сөйтім керек деп отыруым керек та. Ол өзіміз подпитывать етіп отыруымыз керек та. То же самое, опять-таки, проработкаға қайтадан түсеміз ғой. Өзіңнің ішіңдегі керек емес установкаларды алып тастауға деген нәрсеге ше. Аллах сені бәрі керемет қылып жаратты ғой. И осы установка үшін отырамыз. И плюс енді сен сол өзің туралы жаман ойыңа, біз өзіміз туралы жаман ойлап, мен мысалы айтсам, вот Айгүл жаман адам десем, мен сіздің ақыңызға кіремін. А мен отырып айтсам, Меруерт жаман адам деп. Мен өзім ақыма кіремін ғой, а мен может 30 жыл бойы, 40 жыл бойы өзім ақыма кіріп жүрген шығармын. Күнге сол 5 жасымнан бастап өзім туралы мен жаманмын, қолымнан дым келмейді деген ой ойлау арқылы ше. Мен ол үшін де жауап беремін ғой. Өзім туралы, өзім ақыма кіріп жатыр, мен Аллахтың құлымын ғой, менің хозяиным бар. Я не имею права өзіме өзім қиянат жасауға. И мен соны бәрібір жасап отырмын да. И соған хоть как-то бір компенсировать ету үшін берілген бір Аллахтың мейірімі сияқты да ше. Мен жаңағы великий мұғалім бола алмай отырмын. Не потому, что у меня дети, а потому, что мен, қазақша айтайын ба, мен мықты мұғалім бола алмай отырмын, менің бала шағам бар, үйім бар, солардан шыға алмаймын кесірінен емес. Мен мықты мұғалім бола алмай отырмын, себебі мен өзім туралы дұрыс ойда емеспін. Мен сол өзім туралы дұрыс емес ойымды жоюым керек. Сол кезде маған бала шаға да кедергі емес, жаңағы жұмыс бастап кетуге, потенциалдың ашылуына деген сияқты да. И осы нәрсеге біз келе алмаймыз. Біз айта саламыз, ой, мынандай бала шаға, мен ауылда тұрам, істей алмаймын, тіл білмеймін, үйтем бүйтем деп жаба саламыз. Сол айтып кете салайын. Осы жерде жаңағы ең қарапайым техника дейміз ба, солай жасап алу ма? Мысалы адам өз-өзіне проработка деген сияқты ше. Әрине маманға барған бәрі дұрыс қой. Бірақ сондай ой келсе өзің тоқтату керек па? Мысалы ой келді ма? Менің ойымша, менің жаңағы психологиядан оқыған ойымша, саған ой келіп тұр ма? Бүгін отырып курс ашу, мұғалімдік жаңағы кабинет ашып сабақ беру деген қабілет ой келіп тұр ма? И күшті болып жанып тұрсың да, и сен соны келетті балаң келіп, мама су берші деп сұрайды. Біреу келеді, емізу керек дейді, біреу туалетте отыр, маған келші деп отыр да. И сол кезде тоқтатып тұр ма? Оған балдар кінәлі емес. Балдар саған сені көрсетіп тұр. Сен өзің жаңағы мұғалім болып кетуге Аллахтан келіп тұрған сезімді жауып отырсың. Себебі сен өзіңе сенбей отырсың. Себебі сен өзіңді нашар адам сезініп отырсың. Барып мұғалім болып курс бастап кету оңай нәрсе емес қой. Сен ол жерде оқуың керек, бизнес жүргізуді үйренуің керек, аренда алуың керек, первоначально бірінші ақшаң болу керек деген сияқты. Сен соның барлығын жасауға ерініп, менің қолымнан келмейді деп, Аллах саған келеді деп тұр, сен қолыңа сол сезім сап тұр. Жоқ, маған келмейді деп өзіңе өзің үкім шығарып, барып сол кеттің, сол су бердің, еміздің, туалетке бардың, пол жудың, солай қалып жатырсың да. И ол нәрсе біз Аллахтың беріп тұрған сезімі, бұл өзімнің бір қиялым ғой деп емденіп аламыз ғой, Аллахтың беріп тұрған сезімі, менің идеямды. Түсеміз да жаңағы бала шағаға барамыз, содан кейін барып жынданамыз. Вот мен неге осыны жууым керек, негесінде шаша берулерің керек деп соңында бала шаға таяқ жейді. Или күйеуің кетеді. Жаңағы потенциалы шығарылмаудың жаңағы бір көрінісі. Енді бұл жерде айтатын мәселе бар. Осын мен алып кетесің ғой деймін. Потенциалды, мысалы үшін, материалдық немен елестетейікші, мысалы біз қазір көзге көрінбейтін нәрсемен айтып жатырмыз ғой. Соны бір мысал ретінде қалай айта аласың? Потенциал деген ол не? И соны жүзеге асырмаса, оның былай айтайық, мысалы мен қазір декретте отырмын, 5 балам бар. Бірінен соң бірін босандым. Арасы бір ғана жас деген сияқты.
ата енем бар, қара шаңырақта отырмын мәселен. Бірақ менің бастапқыда алған бір өзімнің мамандығым бар еді, армандарым бар еді деген сияқты. Ана үйге келдім де бір үйреншікті өмірге, бір сыдырғы өмірге түстім. Зона комфорт. Иә, үйреншікті өмірге. Яғни сол өмір маған ол норма болып тұр. Ол жердегі мен жауапкершіліктерімді жақсы жасап жатырмын негізінде. Әдемі тамақ жасай аламын, балаларға қарап жатырмын, босанып жатырмын жылма-жыл деген сияқты. Келін ретінде мен мақтаулымын. И ол басқа адамдар үшін норма болып тұр. Конфликт жоқ, әйтеуір не керек. Бірақ мен ішімде жаңағыдай өзімді жеп бара жатырмын. Неге? Мен қашан бір мезгіл жұмыс жасаймын, қашан бір мезгіл қоғамға барамын, иә? Менің ішімде мұқтаждығым уже оянады. Өзім мамандығыммен ешқашан жұмыс жасауға немесе кәсіп ашуға деген сияқты. Ондай көп мысалдар қазір өмірден кездесіп жатырмыз, иә. Сол жерде мысалы қабілетіңе сәйкес жоқтан бар жасап бір жасауға болады. Үйіңнен мысалы бірдеңе жасап бар ғой, үйінен бизнес ашқан келіншектер бар деген сияқты. Полуфабрикатпен айналысып отыр, өйткені бала шағамнан шыға алмаймын дейді. Тағы да басқа нәрсе, үйінен бірдеңе құрақ тігіп отыр, қыздың жасауын жасап жатыр деген сияқты параллельно. Бір сөзбен айтқанда, мен өзіммен жұмыс жасау үшін енді мына жерде отбасым бар екен. Күйеудің алдында әйел ретінде бір рөлім бар, балалардың алдында ана ретінде рөлім бар, ата енем алдында, қайын жұртым алдында менің келін деген рөлім бар. 3 рөлім болып тұр, бірақ мен негізгі қоғам алдындағы тағы бір рөлім бар, соны іске асыра алмай жатырмын. И ол үшін маған уже еңбек керек болып тұр. То есть ана жерде маған кішкене поддержка бар. Бала шағама мысалы ата енем қарасуы мүмкін деген сияқты. Мен үшін біреу ақша тауып келіп жатыр, күйеуім деген сияқты. Алла тағала маған денсаулық бергендіктен жылма-жыл мен негізі туып отырмын. Бірақ бұлардың барлығы бұл бір дайын дүние сияқты нәрсе да негізі. Иә, еңбегің кетеді оған да. Бірақ мен енді үйреншікті өмірден екінші бір жаңа өмірге ашуға маған ішімнен бір жігер күш керек болып тұр. Енді мен осы екенін салыстырамын да, мына жерде мен негізі өзімнің атымда жасаған, бренд жасаған, өзінің жаңа цехын ашқан, команда құрған адам ретінде көргім келеді. Екеуін салыстырамын да, мынау маған оңайырақ, өйткені оны күнде жасап жатырмын. Яғни мен үшін норма болып қалған. Адам всегда норма қарай қашады. Егер кедей болып жата беретін болса, ол норма ма, соған қарай қаша береді. Егер ол жерде оған комфортна ма, осы ұрысып та керісіп те өмір сүріп жүре беріп өлмейді, ешкім ажырасқан жоқ, жақсы деген сияқты. Бір соған бір шешім қабылдап қойды ма, сол өмірдің де деңгейіне шыға алмай жүре береді. Жоқ, мен өзім үшін мынандай да картина көргім келеді, мына өмірде сүргім келеді деп әрекет жасайтын болса, оны да жасай алады. Демек, екінші негізі жаман нәрсеге күш-қуат керек емес. Мысалы, мен қазір біреу боқтай салғанға, ұрысқанға, агрессияны шығарғанға оған күш-қуат керек емес. Ал енді мен өзіме жұмыс жасауға, мен ол үшін не істеуім керек, курсқа жазылуым керек, оны оқуым керек, еңбектенуім керек. Балалардың уақытынан бөлек мен өзіме уже уақыт шығаруым керек болып тұр. Ол уақыт жаңа мысалы маған айтады, распаковка жасап беріңізші, бірақ таңғы сағат 6-да ғана уақытым бар. Мен айтамын, иә, жасай аламын, өйткені менде мүмкіндік болып тұр. Или түнгі сағат 12-де, кешірім 12-де жұмыс жасау болмайды уже. Сонымен таңғы сағат 6-да распаковка өтуге ол өзі мұқтаж. Өтеді, сосын жаңа құралдарын таниды, одан кейін жайлап ақырындап солай қадам-қадам жасау керек та. Бірден жаңа картина болмайды ғой. Ол бірден болғысы келеді да, фокуспен страдать етеді дағына. Оны істегенімше, процесске түсе алмай тұр да. Мынау дұрыс қой, осы өмірімді сүре берейін. Ана қорқақтап тұрған жолдас айтады да, сен өйтіп ақша таппай қойшы, оқымай қойшы, өйтіп курсты. Тыныш осы бала шағамен тұрып, саған не жетпейді деген әңгіме айтылады да. Бір сөзбен айтқанда, потенциал үшін мен еңбегімді беруім керек. Ол бәрібір мен арқылы, жалғыз өзім арқылы жасалады да. Содан қорқамыз, сол жауапкершілікті алудан қорқамыз ғой біз негізінде. Яғни маған ешкім жаңағы курс оқитын болсам, күйеуімге оны түсіндіріп бермейді деген сияқты. Оны өзім проживать етуім керек, алған білімді өзім через себя өткізуім керек, оған рефлексия жасауым керек, анализ жасауым керек, қайсысы жақсы, қайсысы жаман. Ана білім маған қонғанша біраз уақыт тағы да кетеді. Сосын түсінікті аренда керек екен ғой, цехқа примерно мынандай миллион керек екен, оған мынандай ішіне құрылғы керек екен, мынанша адам маған 5 тігінші керек екен, оларды жалдайын. Ары қарай мен ересек күйде болуым керектігін талап етіп тұр менен. Өйткені мен команда құру үшін, жұмыс істеу үшін жаңа кәсіпкерлік деңгейге шығу үшін де барлық қабілет құралдарын қолданайын деп тұрмын. Мысалы, мына жақта тек қана ана әйел ретінде құралымды қолданатын болсам, мына жақта басшы ретінде, үйлестіруші, организатор ретінде, жаңағы адамдармен мәміле жасап, психолог ретінде, сенің келген жаңағы жұмысшыларменен тіл табысуым керек қой, мен ол команда жүру үшін. Олардың әрқайсымен жеке жұмыс жасай білуім керек, қайта-қайта жиналыс жасауым мүмкін деген сияқты. Арасында жаңағы товарға барып келуім керек шығар, шетелден тапсырыс беруім керек деген сияқты. Сондай мұқтаждықтарым ашылады, то есть менде болады, соған мен сол запросқа сәйкес жұмыс жасай алатын мен өзім дайын болуым керек. Мен оған әлі дайын емеспін деп адам содан қашады. Жауапкершіліктен қашу, қайтадан жаңағы бала позициясына ересектік күйге шыға алмай тұрмын, жаңа деңгейге шыға алмай тұрмын.
ол ақыл санасы потенциал дегенде бір өзінің деңгейі бар. Мысалы жаңағы тәніміз өсті, бала күннен. Тура сол сияқты біздің психикамыз да өсіп жатыр, соған сәйкес біз қабілеттерімізді өсіруіміз керек қой, ол бала күйде қалмау керек. Түсіндірсіз ба? Қабілеттерді өсіру керек ол сияқты. Осылай потенциал ашылмаған аналардың балдары өте көп зардап шегеді. Қайнап бара жатыр ғой ішінде жаңағы үйрету бірдеңе істеу дегендер қайнап сен оны шығара алмайсың. Үстесінде ол нәрсені жабасың да, оның бәрін аласың да, балаға жоқ, мен осы баланы оқытуым керек, ақыры мен жасамадым ба, енді баланы жаңағы бүкіл кружоктың бәріне апарасың. Менің орныма сен боласың. Ол менің орныма сен боласың біріне. Одан бөлек просто ананың барлығы қайнап бара жатыр, сен бәрін сыртқа шығардың орнында келесінде ол оның бәрі негатив болып жиналады ғой. Сен жасай алмадың. Күйеуге немесе или күйеуге шығарасың. Баласына содан кейін бүкіл өзінің өмірі қызық емес адам баласына нетеді. Мысалы қазіргі енелер бар ғой. Бүкіл нәрсені алады да жаңағы бала шағасының семьясын тықпыштай береді, келе береді, келінге келіп тиісе береді. Себебі одан басқа өмір жоқ. Ол бүкіл нәрсесін жаңағы өзінің потенциалын ашпай, бүкіл нәрсені балаға арнап тастағанда адам өмірде реализация, әйел адамның бойында реализация, социумда реализация бөлек болады, семьяда реализация бөлек болады. Екеуі де болу керек. Ол егер де тек қана жаңағы социумда болса, ол семьясы қалып кетеді. Или тек қана семьяда болса, социум қалып кетеді. Мысалы, семьяда боласың, сен қазір реализация, қазір балдарың бар кішкентай. Ол балдар өседі, ертең оның бар 18 болғаннан кейін олар кетеді. Ертең олардың өміріне барып, өзіңнің өмірің қызық емес болғаннан кейін, өзің потенциалыңды ашпағансың, ішінде великий художник өліп жатыр, сен барасында барып келіннің ана дұрыс жумағанына барып тиісе бересің. Барда өзіңнің жаңағы художествоңа бара бер, великий художник бол, елдің бәрін арала, жүре бер солай. Сол кезде ол келіннің үйренеді, ол бір күн өзінің баласы болған кезде, ана балаға стелін тамақ беремін деп, өзі-ақ яжмақ болып кетеді, өзі-ақ үйреніп кетеді. Жоқ, соған барып тықпыштай береді, себебі өзінің реализациясы жоқ. Қайда жібереді оның бәрі? Потенциал ашылмаған сол 25-28 жасында сол 5 баланы туған кезде өлтіре салған сол художниктің бәрін. Сол фотоаппарат көріп тастағанда сол кезде қалды. Қоғамның дерті десек те болады, осындай көп қазір, мысалы. Әсіресе жаңағы жалғыз басты ананың баласы деген сияқты нәрселер де бар. Сондықтан да икигайды табу қай жаста болса да кеш емес, кеш емес. Өйткені бір жаңалықтардан оқып жатамыз ғой, 80 жасында университет бітіріпті деген сияқты. Ол сол кезде мүмкін өз икигайын тапқан шығар, содан рахат алатын шығар ол деген. Мысалы жаңа айттық, әйел социумда өзін жаңағы көрсету керек, отбасында деген сияқты. Бірақ былай қарап тұрсаң, шариғатта енді әйел жұмыс істемесе де болады. Яғни, үкіметтің жұмысын істеп, азаннан кешке дейін қара ешек болмаса да болады, оны күйеуі асырауға міндетті, аманаттап алғаннан кейін оған қиянат жасамау керек деген сияқты. Оның негізгі миссиясы бала, яғни ұрпақ дүниеге әкеліп, соны тәрбиелеп, өсіріп, жетілдіру. Енді осы жерде мынандай да бір қарама-қайшылық туатын сияқты да. Егер осындай деп ойлап, қазір көп қой енді, күйеуім мынандай істеу керек деп міндеттерін айтатын, бірақ өзіне қарамайтын әйелдер, мен не істеп жатырмын деген сияқты. Сол масылдық психология дамып кетпей ма? Мен жатып алып, жатып жер деген сияқты. Немесе, жоқ, мен жұмыс істеуім керек, социумда да өзімді көрсетуім керек деп, еркектік энергиясы артып кететінде әйелдер. Сол біз от крайности до крайности деген сияқты. Осының қалай, алтын аралығын қалай ұстау керек? Қалай, мысалы, шариғатқа да томпақ келмейтін? Біріншіден, ұрпағы келіп әйелдің негізгі миссиясы емес. Егер әйелдің негізгі миссиясы болатын болса, барлық әйелдер ұрпақ әкелетін қабілетпен келу керек. Алла тағала Құранда айтады, мен қаласам сені бедеу қылып жатамын дейді, қаласам ұл берем, қаласам қыз берем дейді. Яғни бұл жерде шариғатта өз үкімдері бар. Тұрмысқа шығуға негіз міндеттімін деген нәрсе жоқ. Үйленуге міндеттімін деген нәрсе жоқ. Ол қоғамда қалыптасып қалған нәрсе. Бірақ Алла тағала құлына тағдыр жасады ғой. Тағдыр жазған кезде біреуді жалғыз басты етіп жаратты, біреуді бедеу етіп жаратты. Енді солай жарата тұрып, сен неғып бала тумайсың деп мені талап ете алмайды ғой. Түсініп тұрсыз ба? Алланың әділ сипаты. Демек, біздің негізгі миссиямыз ол құлшылық. Ал құлшылық дегеніміз ол пайда келтіру. Құлшылық деген ол пайда келтіру. Пайданы қашан келтіре аламын? Мен өзіме пайдалы болғанда келтіре аламын. Яғни бірінші өзімнің пайдалығы жинау керек, білімді жинау керек, опыт жинауым керек. Мен пайда бере алатындай бір деңгейге келуім керек. Көп адамның екінші тынысы ашылатыны 40-тан кейін, 60-тан кейін. Ол сол кезде дайын болып тұр. Икигайымда мысалы екінші мамандық мен қалауларында енді ғана сол кезде ғана оның өзімен оңаша қалуға уақыты болған ғой. Мысалы айталық, жаңағы үкіметтік кезеңде өмір сүрді. Ол кезде міндетті түрде оқуың керек, міндетті түрде сен отработкаға баруың керек, міндетті түрде жұмыс жасауың керек деген қоғам салып берген, немесе билік салып берген бір стандартпен кеттің.
қарасаң өмірің өтіп кеткен, бір ғана мамандықтың төңірегінде бардың келдің, қарасаң 40 жылың өтіп кеткен. Мен өмірге не үшін келдім деген сұрақты адам 63-ке пенсияға шыққан кезде бірақ қоюы мүмкін. Мен оны көріп жүрмін ондай адамдарды. Маған мысалы 50-ден астам адам асып кеткен адамдар айтады, мен мына кітапханада 20 жыл болды дейді, жасап жатқаныма өзіме жұмысым ұнайды, бірақ өмірім бір сыдырғы, ешқандай артық пайдалылық бере алмаймын, дұрыста ақша таба алмаймын. Енді мен икигайымды іздесем, маған қалай просто кеңес айтыңызшы дейді да, маған керек нәрсе ма, жоқ әлде осымен шүкір етіп өмірімді жалғастыра берейін ба деген сияқты. Бірақ ол сұрақтың туғанының өзі мен өзімді іздеп тапқым келеді деген запрос қой. Сол нәрсені біз бастаймыз да. Көп адамдар негізі 60-тан кейін ашылған адамдар бар, 40-тан кейін ашылған адамдар бар. Соған мен Алла тағала тәрбиелеп алып келді. Сол жолдан мен өзімнің керек, сол жолмен жүруім керек болды. Ол өмірдің барлығы мен үшін негізі қазір айтады да. Минусқа кетеміз, егер травма дейтін болсақ. Және Алла тағала әділетсіз болып шығады ол кезде. Неге маған осы жарақаттар маған тағдырыма жазып қойған деген сияқты. Ол жерде хикмет бар, даналық бар, Алланың мейірімі бар, және өмірдің өзінің бір сабағы бар. Сол сабақтардан өту арқылы мен бір деңгейге шығуым керек болған. Егер біз осындай фокуспен қарайтын болсақ, онда кішкене біздің тағдырымызды, өмірімізді қабылдау жеңілірек болады. Жаңа негізгі миссия дегеннен шығып жатыр да. Мен ана екенмін, жаңағыдай, болды мен тұрмысқа шықтым, негізгі миссия менің ұрпаққа келу, ал енді ұрпаққа келуім керек деп өмірімнің бәрін соған арнап кететін болсам, мен ол кезде өзімді ұмытамын, пайдалылығын да бере алмаймын. Өйткені мен бүкіл энергиямды, потенциалымды бір ғана нүктеге бала табуым керек деген нүктеге салып жатырмын. Егер мен сол нүктемен өмір бойы 20 жыл, 30 жыл бойы ысырап етуім мүмкін, жаңа бедеулігімді қабылдай алмай да, менің 30 жыл өмірім ысырап болып кетейін деп тұр параллельно. Демек мен не істеймін? Алла тағала берген тағдырға шүкір етемін, қабылдаймын, параллельно емдеймін, әрекетімді жасаймын, бірақ в то же время мен мына жақта қоғамға пайдалы болып өзімнің қабілеттерімнің де ақысын беруім керек. Сонда миссияға түскен адаммын. Миссияға түскен адамның уақытында ысырап жоқ. Миссияға түскен адамның уақытының өмірінің бір мәні бар, өзінің жоспары болады, өзінің жаңағы әкелетін пайдалылығы болады деген сияқты. Қай жерде пайдалы сезінеді, сол жерге барып араласады деген сияқты. Мысалы, барлық жерде тойларға бара бермейді, гаптарға бара бермейді деген сияқты. Ол жерде өзінің пайдалы сезінбейді, және пайда да алмайды. Ал қай жерде көбірек пайдалы бере алады, ол миссияға түскен адам сол жерде жүреді. Бізді тыңдап отырған көрермен бүйтіп ойлап, қате ойлап қалуы мүмкін да. Яғни олар тұрмысқа шықпай қойсаң да болады, бала тумай қойсаң да болады. Жоқ, ол саған Алла тағала солай тағдырған жазып қойса, сен бойсынуың керек. Яғни ол негізгі емес, бір құралы. Тұрмысқа шығу, әке болу, ана болу деген оның бір құралды негізгі. Бір мақсаттарының бірі деп айтуға болады, бірақ негізгі емес. Мынау негізгі басты нәрсе осы, тек қана бай болу, басты нәрсе тек қана көп балалы алтын құрсақты ана болу, басты мәселе мысалы атақты болу деген нәрсе адам зациклиться етіп қалатын болса, онда мына жақта басқа өмірін жағып жүреді ол. Карьера қуып кеттің, мансап қуып кеттің деп. Біз күйеуге тимеңдер, бала тумаңдар дегенді насихаттамаймыз, үгіттемейміз. Оны түсіндір деп ойлаймын. Яғни сен фокусыңды оған қоймай, бүкіл өміріңді сырап қылып, жаңағы құр жібермей, одан да пайдалырақ жағын көбірек ойлап, икигайыңды табасың ба, әлем аралайсың ба, сондай жағыңды, яғни мысалы мен құрбыларым бар, әлі тұрмыс құрмаған. Шетел араламайды, бір жерде сол бір точкада тұрды. Потенциалдың ашылмағандарға әйелдің жаңағы күйеуінің масылдық психология болып кеткен сұрақшы. Масыл болу деген сөз ол болды, дін бойынша әйел ничего не обязан деген. Ештеңеге ол жасауға міндетті емес. Әйелдің Аллах тағала берген қабілет бар, бала босану деген. Ол даже емізбесе де күнә емес. Емізсе ақша төлейді деген сияқты ма? Емізбесе күнә емес, емізсе сауап. Енді просто ақша төлеу керек па десең? Емші ақша төлеу керек, күйеу әйеліне ақша төлеу керек деп айтады, емізетін ақысын бермейді. Енді или Аллах береді дегенде ғой енді. Енді еркектің біз ойлаймыз да, вот мен жатуым керек, королева болып, күйеу маған бәрін беру керек. Егер де шынымен жаңағы дінмен келетін болсақ, күйеуің беру керек нәрсе, ол саған сұмдық ғашық болуға да міндетті емес күйеуің сені. На самом деле мен оны нәрсе оқып, әйелдеріңе жақсы қарым-қатынас жасаңдар деген, әйелдеріңе сұмдық ғашық болыңдар деген нәрсе жоқ. Оны заставлять етіп адам жасай алмайсың, мысалы. Ол міндетті емес. Күйеуім маған дұрыс внимание бөлмей жатыр деп мысалы. Ол мен страдать, мен депрессияға түсем, ол міндетті емес. Біз бәрін еркекке іле салғымыз келеді, или бәрін әйелге іле салғымыз келеді. Жаңағы күйеуің мені ол бағу керек деген нәрсе қай жерде бітеді. Ол күйеуің саған бүгін баспана тауып беру керек. Бүгін сенің жататын жерің бар, сен шалашта жатасың ба, күн жылы шалашта ұйықтауға болады. Мысалы, подвалда да ұйықтауға болады.
астыңнансыз үстіңнен күн немесе су өтпесе болды деген. Бүгін сен киетін киімің бар ғой, бүгінгі сезонға сәйкес. Сен Зарадан киім алуың мүмкін, барахолктан алуың мүмкін, Луи Виттоннан алуың мүмкін етікті мысалы, иә. Қай жерден аласың? Бүгін киетін етігің тауып берді ме? Тауып берді ол. Ол саған последний модельде киімді алып беруге оның парыз емес. Сен Турцияға, шетелге, Дубайға апаруға ол парыз емес. Оған бүгін сенің жейтін тамағың бар, бүгін жататын киімің бар, бүгін жаңа балаңа қарайтын мүмкіндігің бар ма? Болды. Одан сверх жасаса, мысалы, ертеңге жататын, мысалы, квартираны саған арендаға емес, сатып алып берді ма? Ол үшін сауап, күйеу үшін сауап. Мысалы, үйіңде 1 килограмм ет бүгінгі ғана жететін емес, 10 килограмм ет тұр ма? Ол саған сверх садақа жасап тұр, 9 күнге вперед күйеуің. Ол күйеуің үшін құлшылықтың көзісің сен, әйел. И в то же время ер адам, ол да сенің құлшылық жасауға бір объект қой. Кімге құлшылық жасау? Мысалы, кімге мен сізге барып жазираға қазір барып орамалын жуып берсем, мен жазираға қызмет етіп, Аллах разылығын алдым деп айтайын да, мысалы, бір сауап алдым. Сол сияқты мен күйеуімнің барып нәскиін жуып берсем, маған ол үшін сауап. Мен жуған, бірақ міндетті емеспін. Мен жумасам да болады. Жусам сауап, жумасам күнә емес. Бала емізбесем де болады. Емізсем сауап, емізбесем күнә емес. И барлық нәрсе солай да. Енді бізде выбор бар, конечно, түк істемей, болды, мен тудым, мен былай жатайын, овощ сияқты да. Өзің бала шағаң бағып ал. Жарайды, баға береді. Бұндай не емес қой. Қандай сен еңбек жасайсың, содан кейін қарымын аласың. Иә. Осы дүниеде балаңды дұрыс тәрбиелесең, қартайған кезде соның жемісін көресің. Ал может қартаймай жатып көресің деген сияқты. Тәрбиелемесең де, пожалуйста, өзің білесің. Кейін жемісін де көрмейсің. Ол үшін күнә емес, но в то же время сауап емес деген сияқты нәрсе ғой. И абыз болса бәрін вот мужчина должен дейсің да, сонымен жатқың келеді. Потенциалыңды ашпасаң да болады. Ашпай-ақ қой. Бірақ ана ішіңдегі сезім бар ғой. Оқтағым деп тұр деген. Ішіңдегі қуыс сезім бар ғой, ішіңдегі бостықты толтыра алмайсың. Пожалуйста, ашпай-ақ қой, потенциалыңды ашпай-ақ қой, ештеңе істемей-ақ қой. Курс алмай-ақ қой. Курс алмай-ақ қой. Екеуден өтпе. Ешқайда бармай-ақ қой. Проработка жасама. Қиын болады, бәрін істеуге болады, істемеуге де болады. Просто жасасаң сауап бар, бірақ жасасаң сауап. Қалай жаңағы бүкіл нәрсе жаңағы бала емізуге келіп тоқталады, әйелдердің бүкіл нәрсесін. Балаңа тамақ жасап беру ол садақа. Әйел адам егер жұмыс жасап, өзінің ақшасын өзінің семьясына құятын болса, еркекке ол міндет болса, әйелге ол садақа. Мен мысалы барып, мысалы сіздің 6 балаңыз бар деп айтып отырмын, сіздің 6 балаңызға барып 6 пирожное апарып берсем, ол мен үшін садақа болады. Ал егер де мен сол өзім 4 балама жаңағы тамақ алып келіп берсем, ол мен үшін садақа. Күйеуіме ол міндет болып сауап жазылады, міндетті түрде жасалуым керек. Ал мен жасасам, Аллахтың маған беріп қойған мейірімі ғой. Мен значит одан садақа ала аламын. Қаласаң жаса, қаламасаң жаса. Бәрін жаңағы былай қарап тұрсаң нәзік тұстар ғой. Жаңағы соны садақа деп, шынымен де, әйел осын түсініп алса, оны ар жағында ол құлшылық екен ұғынса бәрі. И в то же время әйелдің өзіне ресурс береді ғой. Бұл жерде тағы бір айтылатын нәрсе, мысалы, мен мысалы айтайын, айына бір 15 миллион ақша тауып жатырмын деп айтайын. Күйеуім мысалы айына бір 500 мың теңге ақша тауып жатқан отбасылар бар ғой қазір әйелдерде де. И бұл жерде де жаңағы сыртта сен жаңағыдай еркек болып кеттің да, үйге келген кезде қалай әйел боламын, мужская энергетика деген нәрсе осы жерде пайда болады. Мен күйеуім менің жасаған күнәлары үшін ол маған жауап береді Аллахтың алдында. Мен намаз оқымасам, мен жаңағы дұрыс емес нәрселер жасасам, ол мен үшін жауап береді. Балдарым намаз оқымаса, ол үшін де күйеуім жауап береді. Все-таки мен не үшін күйеуіме бағынуым керек? Себебі Аллах Тағаланың алдына барғанда күйеуім мен үшін жауап береді. Ол біраз менің жасаған күнәларымның қарымын күйеуім алуы мүмкін да, мысалы. Себебі мен оған берілген аманатпын ғой. И енді ал мен 15 миллион тауып келдім ал үйге. Ол жерде күйеуімнен келіп, мен 15 миллион теңгені балдарыма жарату үшін де мен күйеуімнен рұқсат сұрауым керек. Ол күйеуімнің намысына тимеу керек. Ол күйеуімнің ақысына кірмеуім керек. 15 миллион тауып келдім. Міндетсімеу керек деген. Сен жасамасаң да болады. Кім үшін жасап жатырсың? Ал, допустим, мен барамда, балдарымда жаңағы ай сайын 1 миллион теңге оқытатын мектепке беріп қояйын деп айтайын. Ол нәрсенің өзін мен күйеуімнен рұқсат сұрап жасауым керек. Мен маған рұқсат бере аласың ба? Сенің балдарыңа ол сол үшін себебі ол бала оныңкі, себебі ол жауап береді ғой бала үшін, мен жауап бермеймін ғой. Сенің балдарыңа садақа жасасам бола ма? Жаңағы 4 миллион теңге 4 балаға оқуға төлесем бола ма деп мен рұқсат сұрауым керек. Себебі барлық адам біледі оның 500 мың теңге зарплата табатынын. И ол 500 мың теңгемен 4 баланы 4 миллион теңгелік оқуда оқыталмайтынын да біледі. И басқа адамдар сен әйелің бағып жатыр ғой деген сөзді естігісі де келмейтін шығар мүмкін, иә? Себебі оның қолынан келеді государственный мектепке беруге жоқ. Сондықтан мен оның ақысына кірмейтіндей, мен одан рұқсат сұрауым керек. Сенің әйеліңе 5 миллион теңгелік алтын алып берсем бола ма? Рұқсат па? Ол барлық адам біледі ертең мынаның меруерттің күйеуі 5 миллион теңгелік алтын болған алып бермейді ғой деген.
Мен егер де солай рұқсат алып барсам, мен күйеуімнің алдында кішірейіп қалмаймын ба, біріншіден. Одан қарым қатынасымыз нашарлап кетпейді. Мен еркек, мен өзім білемін деген жаңағы еркек болып кету деген нәрседен әйел позициясында қалу осы жерде келеді да. Бағыну да. Бағыну, иә. Ол жоқ десе болды, сен ол ақшаны. Ол ақшаны не істейсің, өзің білесің. Одан кейін ол жаңағы қалды сол 15 миллион теңгенің өзінде қалады. Даналығың болса бәрін көтере аласың ғой. Отношенияны да, ақша табуды да, карьераны да. Сіздің балаңызға барып, сіздің бала шағаңызға барып, мен 15 торт сыйлыққа берсем бола ма деп айтып, мен сізден рұқсат сұрамай, сіздің балаларыңызға сыйлыққа торт бере алмаймын ғой. Себебі сіз айтасыз, жоқ, мен балаларымда диета, оларда аллергия, или мен ондай тамақ жеймін. Мен сіздің рұқсат, сіздің балаңызға садақа жасай алмаймын. Бергім келіп тұрса да, мысалы сіз рұқсат бермесең, сол сияқты күйеуімнен рұқсат сұрап барып беретін болсам, ол да өзінің еркек екенін ұмытпайды. Мен оның астында екенімді ұмытпайды. И в то же время жаңа садақа жасау мүмкіндігім де көбірек болады. И мен өзім балдарыма жасаған садақам көбірек сауап алып келеді, чем басқа біреудің балдарына жасаған деген сияқты. Әуелі өзің отбасыңды жаңа садақа беріп, сауап жинап ал дейсің ғой. Жалпы бүгін әңгімеміз жақсы өрбіген сияқты. Бір алып қосарларыңыз болса, мархабат жази. Осы сұхбатты көрген адам қандай ой келуі мүмкін деп ойлап тұрдым да, өйткені бір сағат осыған уақытын арнайды бізді көру үшін деген сияқты. Қандай шешімдер қабылдауы мүмкін? Әркім өзінің деңгейінде шешім қабылдайды. Демек, маған мен кезінде мысалы мен өзіме жұмыс жасағанда мынандай мәселе болды. Жаңа синдром самозванца деген нәрсе бар, қазір мен мамандық алып тұрмын, негізі дипломдарым бар, бірақ белгілі бір деңгейге шығуға мен өзім қорқақтап тұрмын. Неге? Жаңа өзіме жұмыс жасаған кезде сол баяғыда 3-ші класста желкемнен қойып қалған, мысалы осы уақытқа дейін қол көтермеген ешкім, жаңа ата-әжесінің сүйіктісі болған, ата-анасынан таяқ жемеген бала 3-ші класста жаңағы орыс тілі апайынан желкесіне салып қалған кезде бір сабақты айта алмаған үшін сен осындайсың, ақымақсың, ты тупая деген сияқты сөздерді сол кезде қабылдап қалатын болсам, мүмкін соның себебімен әлі мен реализацияға кете алмай жүрмін ба деген сияқты. Яғни бұл жерден шығатын қорытынды, мүмкін мен шынымен психолог арқылы өзімнің ішкі әлеммен жұмыс жасауым керек шығар. Мүмкін маған бір ұстаз керек шығар, бағыт бағдар беріп жүретін. Мүмкін мен шынымен құралдарымды тани алмай тұрмын. Егер құралдарымды танитын болсам, ол менің ризық көзім негізінде. Мысалы жаңағы көп запрос барда мен ақша таба алмай жатырмын. Қанша курс оқыдым, бірақ әлі ақша таба алмай жатырмын. Өйткені мен құралдарымды нақты танымадым. Мен жоқ жерден іздеп жүрмін да өзім ризығымды. Негізінде мен ризығым жаңа оқыту арқылы келу керек еді. Бірақ мен барамдағыны басқа мамандықтарға сала беремін өзімнің. Вложение жаңа алғашқы ақшамды, ана курсты оқып алайын, продюсер болайын мен, инфопродюсер болайын деген сияқты басқа салаларға кетіп қалып жүрмін да. Негізінде мен эксперт ретінде негіз басқа мамандықпен ашылуым керек еді. Демек маған құралдарымды тану керек болып тұр екен ғой. Немесе психологпен жұмыс жасаған дұрыс екен. Кезінде осындай оқиға есіме түсіп тұр. Мүмкін соның әсерімен мен әлі ашыла алмай жатқан шығармын деген сияқты бір ойға келуі мүмкін. Және міндетті түрде бәрібір қайда барса да адам ешқашан өзінен қашып құтыла алмайды. Ешқашан ішіндегі сұрақтардан қашып құтыла алмайды. Және осы сұрақтарға ақылмен мен бір келесі деңгейге өсу ретінде, өзімді табу ретінде, пайдалық беру мақсатында осы сұрақтарға жауап беріп, наконец-то мен қағаз бен қаламды алып өзіме жұмыс жасайыншы деген сияқты бір шешімге келу керек шығар деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңағыдай травма деп бізде қазір қоғамда бір бүкіл ата-анамыз бәрі отырып алып травма жасаған сияқты да. Жоқ, негізінде қазір де біздің де балдарымыз травмалап жатырған болуы мүмкін, бірақ ол травманың бәріне қаша беріп қажет жоқ. Себебі сол жаңағы мұғаліміміздің ұрып сен тупойсың деп айтқан сөздің әсерінен мүмкін сол травманың арқасында сіз көп жетістікке жеткен болуыңыз. Көбірек насихат етемін деп па? Иә. Болды, мен жаңағы сен тупойсың деген сөзді естімеймін. Одан кейін ол сөзге ол сол состояниеға түсіп қалмау үшін мен бәріне жақсырақ оқимын, мен көбірек оқимын. Соның кесірінен мүмкін жаңағы 3-4 дипломыңыз бар. Благодаря той травме деп айтайық, сол травманың болғанына шүкір. Аллах бекерден бекер тағдыр деген нәрсе бар ғой, бекерден бекер саған сонда ұратын соған тағдыр берген жоқ қой. Сол нәрсені көрдім, мен сол нәрсені қайталамаймын, немесе сол нәрсені көрдім, мен үшін енді қателік жібермеуге тырысамын дейсің да, көбірек дәрежеге жетесің. Немесе ондайдан болмаймын, ешқашан қол көтермеймін адамдарға деген сияқты. Ол травма болмағанда мүмкін сізде 4 диплом болмас еді. Мысалы, бірақ диплом болатын еді, ой, осыдан маған жетеді, мен бәрі ақылдымын ғой, өте бересің. Сол үшін бұл жерде де екі жақты да қарау керек. Травма деген нәрсені жаңа айттық қой, как опыт ретінде қабылдау керек, алатылған бір хикметі, мейірімі ретінде қабылдау керек деп, және жаңа осы травма деген сөз шығып жатыр да. Ол негізінде жарақат емес, ол менің восприятием, менің қабылдауым екен. Яғни адам маған сөйтіп айтқан кезде мен олай емеспін негізінде ақиқатында ондай адам емеспін. Мысалы маған ақымақ деп айтса, мен негізі ақымақ емеспін. Просто айтылған ол өзінің бір адамның маған айтылған адресіме айтылған сөз, бірақ менің ақиқатым олай емес. Және мен
менің қабылдауым ғана солай болып қалды да. Менің қабылдауым ол. Менің реніштерім ол менің қабылдауым. Мен мысалы ата-анаға ренжитін болсам, ол адамның ата-анамның кемшілікті немесе мені жарақаттау үшін ғана өмірге келгендігін білдірмейді. Сол сәттегі менің сол реніш сияқты қабылдағанымды ғана білдіреді екен. Яғни ол менің восприятие, қалай айтсам екен, менің қабылдауым. Сондықтан жаңа жеке өзіме жұмыс жасатқан адамдар үшін де менде травма бар, демек мен кемшілігі бар адаммын деп те одан сайын өзін түсіруі мүмкін да. Жоқ, ол сол сәттегі ғана бір мезеттік, бір сезім, бір ой, бір сөз ғана. Ол бүкіл біздің өмірімізді басқарып кететіндей күш емес. Алла бізді әрбірімізді махаббатпен әдемі қылып жаратты ғой, ол да бір оған да бойсыну керек деп ойлаймын. Жалпы потенциал дегенде, былай осының бәрін сайып келгенде, бір жер қойнауында жатқан бір алмас сияқты әлі бриллиант болып қаша алмаған. Сондықтан да әркім өз икигайын тауып, құралдармен, міне мамандар отыр, травмаларыңыз болса, психологпен жұмыс істеп, соны әбден қашауда еңбектену керек. Курс оқу керек па, басқа да жұмыс істеу керек па, тәжірибе жинау керек деген сияқты. Сондықтан да барлығымыз, әрбіріміз қоғамға пайдалы бола білейік дегім келеді. Сіздерге алғыс айтамын келгендеріңізге. Біздің подкастымызды көріңіздер және астында сілтемеге өтіп жазылып қойыңыздар каналымызға. Сау болыңыздар.